Сәлем достар, менің есімім Нұрсила. Менің каналыма қош келдіңіздер. Шаш күтімі жайлы айтатын боламын. Шашты күтудің де өзінің ережелері болады. Шашқа өмірде болып жатқан әртүрлі стресстер, әртүрлі гормондық әсерлер, барлық әсерден да шашыңызды, бетіңізді қалай күтесіз, денеңізді қалай күтесіз, дәл солай шашыңызды да күту керек. Шаштың тазалығы ең бірінші жуудан басталады. Яғни шашты өте қатты ыстық сумен жууға болмайды. Кішкене салқындау сумен жуған өте пайдалы, шашыңызға жылтыр береді, жеңілдік береді. Ылғал шашпен ұйқыға жатуға болмайды. Себебі шашыңыз тез шатасып, сынып, таралмауы да мүмкін. Келесі айтатыным, міндетті түрде жуатын кезде шашыңызды тараңыздар. Шашты тарап жуған кезде ол тез таралады және сынбайды шаштарыңыз, және үйкеліп киіз сияқты болып кетпейді. Одан кейін айтатыным, шашқа көп адамдар сүлгіні орап алады да жуғаннан кейін 15 минут, 1 сағаттай жүреді. Негізі болмайды олай, 15 минуттан артық жүруге болмайды сүлгімен. Шашты міндетті түрде жуғаннан кейін міндетті түрде бальзам қолдану керек. Бальзам шашқа өте жеңілдік береді, жылтырлық береді, шаштың тез таралуына әсер етеді және тез ұштанып кетпейді шаштарыңыз. Шашқа күтім жасаудың ең бастысы ол өзіңіздің шашыңызға ыңғайлы шампунь табу. Яғни әртүрлі шампунь, маска, майлар өте көп қазіргі уақытта. Сондықтан да өзіңіздің шашыңызға ыңғайлысын, қазір көп құрғақ шаштарға, майлы шаштарға деп өте бөліп қойған. Шашыңыздың типін анықтап алыңыз. Содан кейін барып сол шампуньдардың бірін қолданып көріңіз. Қайсысы өзіңізге ұнайды, қайсысы ұзақ уақытқа дейін шашыңызды таза ұстап тұр, соған да әсер етіп мән беру керек. Бұл маска шашты өсіретін де, шашқа да тамақ сияқты питать ету керек шашты да. Оған маскалар керек. Үй жағдайында жасалатын маскалар да бар, магазиннен сатылатын маскалардың түрлері өте көп. Үй жағдайында жасалатын масканың біреуін айта кетейін сіздерге. Айран. Айранды шашыңызға жағасыз, 30-40 минут ұстайсыз. Салфанмен жауып аласыз, сыртынан шапочка или бір нәрсе киіп аласыз. 30-40 минут ұстағаннан кейін қайтадан жуып тастайсыз. Айраннан жасалатын масканы 2 аптада 1 рет қолданып тұру керек. Өте жиі қолдануға болмайды, шашыңызды майландырып жібереді. Және айраннан жасалатын маска бұл шашыңызда қара краска болатын болса, бұл красканы жуып тастауы мүмкін. Егер видео ұнаса, өзіңізге пайдалы ақпарат ала алсаңыз, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.